Ассалаумағалейкум, қалайсыздар көкбұлақ арнасының көрермендері. Бүгін 3 маусым 2026 жыл. Жазда басталып кетті. Ауа райы жел, күн жылы. Бірақ бұл уақытқа салқындық 18 градус көрсетіп тұр қазір көліктің ішінде. Негізі бұл уақытта 30-40 болып тұратын кезі. Жалпы ауа райы өзгерген бе? Көліктің ар жағына шықсам жел дауыс естілмей сөйлейін деп тұрмын. Бүгін жылқыларды түгендеп шықтым, себебі кеше жаңбыр. Алдың күні жылқы күнара келгендері бар. 2-3 күн түгенделмей қалды. Ауылдың қасындағы қысырақтар түгенделіп қаралып тұрды, үлкен үйлер. Ауылдан 12-13 шақырым жер, сол жаққа қарай кетіп қалады. Өрістер өзінің күзде, қыста, көктемде жататын жерлер ғой. Қазір далада аяқ сусым бар, анау жерде тұрам бар. Судан су ішіп далада жүр жылқылар. Айғыры міне мына қоңыр айғыр. Жас айғыр. Бұның саны түгел екен. Түгел болғанда негізі 17 бас еді ірі жылқысы. Бір биесі өзіміздің басқа үйірге қосылып кетті. Негізі былтыр осы жерге қосылған қарайғырдан. Қайттан биыл өзінің қарайғырына қосылып, сонымен саны түгел болып тұр. Мына жақта жылқылар өте көп, қазір бұйырса аралап өзімізді болса түсіретін боламын. Жылқылардың күйлері жақсы, күйлері керемет, құлындар жатыр мына жерде. Мынау Антонның үйірі. Жылқының жел жағынан келетін, ар жағынан түсірсем желге қарсы дауысын естілмей қалайын деп тұр. Ол да түгел екен. 18 бас, ірі 8 құлыны бар. Адамнан қашып бері қарата кетіп бара жатыр. Күйлер жақсы жылқылардың. Жылдағыдай емес, биыл жаз кешігіп шығып жатыр да, күн салқын болып тұр. Жылқылар күйлерін ұстап тұр. Өткенде көктемде семірді ғой. Жерде жақсы биыл. Сосын әнеуден қайта жаңбыр. Даладан су ішіп. Жақсы болып тұр. Мынау дейтін Антонның бір жақ жері ішіне тай құнандарын қумайды, мынаның ішіне дөнен жүр қазір. Оны күзде бұйырса жемге саламыз. Ішінде бір дөнен, мына ең артында кетіп жатқан тор дөнен. Ен салмай өт, әуелде кенже туған құлын еді, жай туған. Міне көлденең деп тұрды, маған қарады. Бұны бұйыртса күзде жемге салып тастайтын боламыз. Мына жаңа шетпе ар жағына жатқан. Мына жақтарда да жылқылар бар, қазір бұйырса оларда қарап біздерді болса түсіретін боламын. Жаңағы жылқылардың жатқан жерден 700-800 метр жерде Алаш деген ер жатыр екен. Бұның да саны түгел екен. Жеті құлын бар, бір биесі боласы. Арықтың айғырдың қасында тұрған буырлы бие ар жағында тұрған. Мынау айғырына шеткі тұрған торы. Мына жерде жолдың бойында да су бар екен, жылқылар жолдың бойларына су ішіп жүрген қазір. Тұран осы жақта, осыдан ар жағында 1 шақырымға жетпейтін жер. Ар жағы Тұран. Бұл да түгел. Жалпы осы 3-4 күндікте түгенделген жылқылар күнде құдыққа келіп тұрған. Тек бір үйір
жаңағы айтқан шетпедегі бір байтал қарайырға қосылмаса қалғандары түгел еді. Қалғандары түгел еді. Жылқылардың күйлері жақындатып. Күйлері жақсы. Жерде де мен осындай ғой шөптеген. Еркек. Көп еркек екен. Анау боз. Жалпы осы айналадан былай қарасақ өңкей ақ шөп. Еркекпен боз шығады. Еркекпен боз шығатын жерлер. Айғыр міне мына торы тұр. Өткенде бір көрермен сұраған болатын. Айғырлардың қайсысы бірінші? Осы барлығын жеңетін. 3-4 жылдықта сондай еді, қазір білмеймін. Көп төбелесіп отқан жоқ. Бұл дейтін көшім айғыр. Шешесі жергілікті. Әкесі таза көшім. Осының да тайлары жалпы салмақты болады, орда қылған кезде. Бұлай жіңішкелеу болып көрінгенмен көшелі ұзын. Мынау өткенде көктемде айғыр ауыстырған үйір. Торы төбел айғыр. Өткенде сатып алған. Оны торы төбел деп қойдық. Бәріміз үйде торы төбел дейміз. Ар жағында тұр. Бұның да үйірі түгел екен. Өңкей боздың ішінде жайлап отыр. Үйірі түгел болғанда айғыр ауыстырғаннан кейін бір биесі үйірден бөлініп қалды. Бөлінгенде туып бөлінген. Бір демалыстай бөлек жүрді. Артынан бірақ қайтып қосып жібердік. Сол ішінде жүр екен. Бұл үйірдің алды биесі азғантай 8 бие. Сосын былтырғы құнажын байталдар бар ішінде 6 бас. Сосын 2 ұрғаш тай байтал бар. 2 еркек тай бар. 2 еркек тайын бұйырса алып тастаймыз оны. 2 еркек тайды ордаққа күзде алып тастаймыз. Сонда бұның деген 16 биесі ойнап тұр ғой бұйырса. Дұрыс бір үйір болып кетеді. Егер айғыр жақсы болып өлмей қайтарып кетіп жатырса. Өткенде бір үйірді айтқан болатын. Алды өспеген үйір деп алдыңғы видеода. Соны бір көрермен сұраған болатын. Өспеді деген еді. Алды көбеймеді деген мақсатта ғой. Сонда айғырлар болады. Алды өспейді. Кейін қарай кетіп азая береді. Кейбір үйірлер болады. Үстінде жылқы қосып алып көбейе беретін. Бұл айғырды көреміз. Айғырдың алдына қарата шықты. Тұрған кішкентай төбел бар. Ені жоқ тор айғыр. Мына жердің бозы қалың екен, соны сұрап алайыншы деп. Жалпы биыл бізде Маңғыстауда боз қалың ғой. Маңғыстау болғанда бұл дейтін Маңғыстаудың бәр жеріне шықпайды да. Мына біздің ауданның Түпқараған ауданы екіге бөлінеді ғой. Оң жаға, теріс жаға деп. Осы теріс жағаға шығады. Оң жағаға да шығады, бірақ сирек бұндай қалың шықпайды. Бұл жаққа тегіс шығады. Боз деген шөп.
боз бен еркек жалпы осы жерде арасында еркек те өте көп, бірақ еркек сәл аласалау бас жарған, сондықтан дұрыс көрінбейді. Метр жаңағы Тортөбелден бір шақырымдай жерде аққұйрықтың үйірі жатыр екен. Бұл дейтін бұйырса бұлайғы шығарып тастайын деп жатырмыз. Себебі жасы үлкейді 2012-нің қолына. 2012-нің қолына. Бұйырса бұған қорада отырған Белдеш Сор деген айғыр түсетін болады. Сәл кешек қалды, негізі өткенде шығарып тастауымыз керек еді. Бір жағынан ана айғыр торықтырайық деп жаңағы Тортөбелдің үйірінен шығарып алдық оны. Ертең өзінің үйірін қайтып тартып алар деп жаңағы жас айғырдан. Сол үшін кішкене біраз ұзақ ұстауға тура келді. Аққұйрық деген мына қылаң айғыр. Кезінде қойға көп мінілген айғыр. Қойдың айғыры ғой. Қойға мінілген. Қойдың аты. Бұны әлі түгендеген жоқпын, қазір бұйырса түгендеуім керек. Бұл жолбасы түгел сияқты. Бұл деген былтыр 10 биесі бар алдында, былтыр 10 құлын берген. Сол 10 құлыны биыл 10 тай болды. Соны ертең ана айғыр салған кезде ішіне тайларын алып тастаймыз, еркек тайларын. Ұрғашылары қала береді. Ұрғаш тайлар ішінде қала береді. Бие болып кетеді ғой 2-3-4 жылда. Өткенде 9 құлыны бар еді, бір биесі тумаған еді. Сол биесі туылсын деп бір жағынан соңында күткенбіз. Қазір көреміз, биесі туылған тумағанын. Өр жақта тұр өтем, қара бие. Ол биесі желіндеп қалыпты да, бірақ әлі туылмаған. Мына тұрған қара бие, мына тайдың ар жағында. Осы бие қай уақытта тойып тұр. Бұның үйірі сонымен түгел болды, саны да барлығы түгел екен. Ар жағында қара асқан үйір кетіп бәткен, соны түгендеп тастаймыз, сосын ауылға айтамыз бұйыртса. Себебі жылқылардың қалғандары ауыл жақта жас үйірлердің барлығы. Мынау қара асқан үйірі. Қара асқа деген үйір, қара асқа деген айғыр ар жағында тұр. Ана басын шұлғып тұрған қара асқа айғыр. Жақындап бартсайым бұйырса. Бұл да аққұйрықпен жасты 2012 жылғы айғыр. Бұның ішінен биыл тайларын қысыраққа алған жоқпыз. Келесі жыл бұны да шығарып тастаймыз. Бұның да жасы үлкейді. 14-ке келіп тұр ғой енді. 14-ке келіп тұр. Бұл негізі жақсы үйірі да. Жер таңдап желеді, шөбі жақсы жерге, жер жаман жылдарда үйірі күйлі шықты, жақсы. Бұл ауылдан ұзақ кетті, мына жағы Нұрқабай дейтін жер. Кезінде Саққозының қойшылары отырған, 10 шақты отар қой су ішкен Нұрқабай дейтін құдық бар алдымызда. Мынау сонда біздің ауылдан 17-18 шақырымға кетіп тұр ғой. Жел мына жақтан желге қарай кетіп бара жатыр, ауыл мына жақта артта. Алдын сәл кейін қарай қайтарып тастаймын. Айғыр міне маған қарап тұрған. Айғыр. Қазір ауыл жаққа қарай айдап тастаймын. Сонымен ауылға қайтамыз. Saat 10:43, 21 градус, жылы. Сағат түс қайта 12 болып қалды. Үй жаққа келдім. Түскі ас ішіп алдық. Түскі ас ерте ішеміз, 11 жарымдарда. Себебі таңертең ерте тұрғаннан кейін. 6-ларда тұрамыз ғой, 5:30-6. Түнекте болса 5-те. Жылқылардың барлығын көрген жоқпын. Бір 2 үйір, үлкен үйір көрінген жоқ. Олар алдың күні кешке су ішіп кеткен ғой, соған түген шығар. Сірә қалған қысырақтар үйдің қасында.
олар үйдің қасында. Сосын бізге үйдің ішіне қарлығаш ұя салып отыр. Мына жер үйдің іші болғанда ауыз үй ғой. Осы жаққа қарлығаш ұя салып бастап жатыр. 2-3 күн болды. Есікті осылай тәпішкітеріп ашып қойып жүріп, жабылып кете береді есік. Осы жерге ұя салып бастап жатыр. Енді бұйырса түнде жатқанда есік кілттеп қойып жүріп қой. Мына терезені ашып тастауымыз керек бұйырса. Осы терезені ашып ар жағындағы торды алып тастау керек. Күнді жауып қоймаса үйдің ішіне жылан кіріп кетеді, көлеңкелеп. Қарап қоямыз, енді ашып қоямыз. Андай ол соғып бастаған ғой. Не келіп тұр өз есіктің алдына. Аузында балшық бар, қазір жабыстырады анаған. Адам тұрса үркейді екен. Сосын үйдің ішіндегі бұрынғы 2 мысықтың біреуі өлді. Өлгенде деген жыланды өлтірген сарайдың ішінде. Сол жылан шақты ма білмеймін, сол жоқ болып кетті, өліп қалды деп ойлап қойдық. Қарлығаш екеуі жүр мына жерде. Сосын тағы бір мысық, 2 мысық еді ғой. Трансформатордың ішінен құс аулайым деп тоққа түсіп қалды. Ол тірі, бірақ тоққа түсіп қалды, мен өліп қалған шығар деп едім. 10 шақты күнде болды. Ол жем сарайдың ішінде жүр. Мысық қарлығаштың жауы ғой енді. Мысық қыс болғасын олар аулай бергісі келеді. Мысықтарды кіргізбей қоямыз енді үйге. Бір мысық еді қалған, соны кіргізбеу керек. Түнде жаңа терезені ашып қойсақ, сол жақтан кіріп шығып жүреді. Қарлығаш биыл жалпы ұясын жай бастады ғой деймін. Бұл бұрындарда үйге сарайға салатын. Бірақ ол кездерде осы шілде айларында балапандарын ұшырып, тамыз айына жақын ұшырып шығарып кететін. Осы жыл енді маусым айы басталып кетті, бұл ұясын жаңа салып жатыр. Мынандай сосын өріктер шығып отыр, мынандай болып. Жаңа қызарып келе жатыр. Жел күшті бүгін. Жел қатты. Мен не yapmışım Akış? Sesin bu videoga. Mınaның өріктері жап-жас. Әлі жасылмен тұр. Осындай. Биыл жүзім шамалы екен, жүзім аз шығып жатыр. Өте азғантай. Жылда жүзім көп беретін негізінде. Осы жыл азғантай. Өрік көп, бірақ шүкір. Өрік көп. Құдықтың басына жылқы келіп тұр екен. Бана тұрандарды барып қарап едім, тұраңда бір 2-3 күн жылқы ішетіндей су бар, көп су түспеген. Көп су түспеген екен. Жылқыны қазір бар суарып жібермей қойса. Сосын боталарды далаға шығарып жүрік. Бірақ бұлар жайылмайды. Таңертеңнен кешке дейін осылай жатады, сол жатыс түйе келгенге шейін. Жайылсын деп шығарып қойғанбыз ғой негізі. Бұлар бірақ жайылмайды, түйе кешке келіп тұр, алтыларға. Таңертең 7:30-7:00-лерде сауылып кетеді өріске. Содан кешке бір келеді. Сол уақытта мына ботаны шығарып жібереміз ғой, түйе кеткеннен кейін өріске жайылсын деп. Бірақ бұлар жайылмай осылай жатады таңертеңнен кешке дейін. Кішкентай бота қайда іште ма? Кішкентай бота. Өткенде ғана ботасынан шықпайтын соңғы кенже туған түйе. Оның ботасы іште. Бұны шығарып жіберсек, түйесі бір мезгілсіз уақытта келіп қалады. Түсте де, кешке де, әртүрлі уақытта келеді. Сосын жамырап кетуі мүмкін. Кешке алып қалдық. Жамырап кетеді деген сөзде көп көрермендер түсінбей жатады. Жамырау деген ботасы ем қою. Өткен видеоларда айттым ғой деймін, қателеспесем. Өрістен келген кезде бота далада жүрсе, түйелерін ем қояды, сүттің барлығын. Бұлар сауылып тұрған түйелер. Ем қою жамырап кетті деп айтылады ғой.
бәрі жатыр мына жерде. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Аман сау болыңыздар.